Баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Сізге Алланың нұры жаусын. Алла тағалаға сансыз мақтаулар, пайғамбарымызға сәлем мен салауаттар болсын. Бүгін дұға туралы әңгіме қозғамақпыз. Аллаға дұға қылу мұсылман өмірінде елеулі орын алатын ғибадат. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала, егер құлдарым сенен мен туралы, яғни Құдай оларға алыс па, әлде жақын ба деп сұраса, мен оларға өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін деді. Дұға туралы керемет хадистерге көз жүгіртсек. Ғибадаттың ең абзалы Алла тағалаға дұға қылу. Дұға өзі ғибадат. Сақтық тағдырдан қорған бола алмайды, ал дұға болғанда, болмағанда нәрсеге септігі тиеді. Қиямет күніне дейін күреседі, яғни дұға әрдайым бәлеге қарсы шығып, оны қайтарады. Сіздерден қай-қайсыңызда Раббысынан барлық қажетін, тіпті үзілген аяқ киімнің бауында сұрай берсін. Қазаны, яғни Аллах тағала белгілеген тағдырды тек дұға қайтарады, ал ғұмырды жақсылық, яғни жақсы ниет, ізгі іс қана ұзартады. Дұға бұрын болған бәлеге де, әлі болмаған нәрсеге де септігі тиеді. Әй, Алланың құлдары! Сендердің міндеттерің Аллаға көп дұға қылу. Кімде-кім Алла тағалаға дұға қылмаса, яғни қажетін Аллахтан тілемесе, Алла тағаланың оған қаһар түседі. Расында Алла тағала ерекше мейірімді, мәңгі тіршілік иесі, өте жомарт пендесі мінәжат етіп екі қолын көтерсе, ол оған, яғни екі қолына бір жақсылық бермеуге ұялады. Келесі хадистерде адамдардың ең әлсізі, дұғаға әлсіздік еткендер, яғни қажетін Алла тағаладан тілеусіне селқос қарағандар. Адамдардың ең сараңы сәлемге сараңдық еткендер. Мұсылман пенде үш қайтара Алла тағаладан жәннатты тілесе, жәннат, иә, Тәңірім оны жәннатқа кіргіз, деп тілейді. Дұғада босаңсымаңдар, яғни Алла тағаладан көп тілеңдер, өйткені дұға қылумен ешкім апатқа ұрынбайды, яғни Алладан тілеудің пайдасы болмаса, ешбір зияны жоқ. Дұға қабыл болу шарттары келесідей. Тілекте ықыласты болу. Ішіп жегені, киген киімі халалдан болу. Дұға қабыл болмады деп асықпау. Дұғада ширк амалы болмауы. Дұға туралы кеңінен тоқталсақ. Әрбір дұғаға жауап бар. Дұға арқылы мейірім, жақсылық, жамандықтан пана, аңсаулы армандар, тағатсыз тілектер сұралады. Алайда кейбір адамдар, мен үнемі қажетімді Алладан сұрап дұға жасаймын, бірақ әлі қабыл болар емес, деген сөздерді айтады. Асылында Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, 14 ғасыр бұрын, пенде күнәға немесе туыстармен қарым-қатынасын үзуге байланысты дұға етпесе, асықпаған жағдайда оның дұғасына әрдайым жауап беріледі деген. Одан Алла елшісі, асығу деген не? деп сұралғанда, ол пенденің, мен дұға еттім, бірақ дұғама жауап берілгенін көрген жоқпын, деп айтуы. Сонда ол жалығып дұға етуін тастап қояды деген. Ғалымдар мұндай адамның халін былайша түсіндіреді. Ол көктемде дән сепкен месе ағаш отырғызған шаруа секілді. Оған күтім жасайды, суарады, алайда жеміс беретін уақытты күтпей тастап қояды. Ықыласпен әрі дұрыс жасалған дұға ешқашан құрдымға кетпейді. Сол себепті мүмін жаратушысының мейірімінен, жәрдемінен үміт үзбеуі тиіс. Алақан жаюшыға берілетін үш жауап. Дұғаға жауап берілмеу кейде өзінің жеке басына қатысты болса, бірі сұрап отырған тілегіне қатысты. Кісінің жеке басына қатыстысы күнәдан тыйылуы. Ал дұға тілекке қатыстысы расында адамды өзінен қарағанда Алла тағала жақсырақ біледі. Адамның кейде сұраған тілегі сырт көзге пайдалы сияқты көрінгенімен, негізінде зиянды және пайдасыз болуы мүмкін. Сондықтан өзіне не пайдалы екенін, ненің қажетті екенін түсіне бермейді. Сахаба Әбу Сағид әл-Худри риуаят еткен хадисте Алла елшісі, мұсылман баласы күнәлі емес және туысқандық қатынасты үзуге бағытталмаған бір дұға жасаса, Алла оған үш жауаптың бірін береді. Олар: не дұға тілегін лезде кешіктірмей қабыл етеді, не қиямет күнге сақтап қояды, немесе дұға тілегіне тең келетін жамандықты қайтарады дейді. Сонда мұны естіген сахабалар, ондай болса, дұғаны көптен көп жасайық дейді. Алла елшісі де, Алла одан да көп береді, яғни жомарт дейді.
Ақ пен қараны айыру қабілеті берілген қадірлі Умар да, мен жауапты ойлап, уайымға салынбаймын, өйткені менің ісім оған дұға жасау. Егер маған дұға жасау бұйырылса, жауап та онымен бірге келеді деген екен. Ал ғалымдар мені шақырыңдар, жауап беремін деген аятқа байланысты. Алла тағала саған дұға жасауға мүмкіндік берсе, жауап бергісі келгені деп сүйіншілейді. Видеомызды жалғастырмас бұрын, 30 күнге истифар мен салауат күнделігі сатылымда бар екенін естеріңізге сала кетейін. Және де әрбір сатып алушыға ризық пен береке туралы таңдаулы 25 дұға мен құнды кеңестер кітапшасы тегін беріледі. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Экранда көрсетілген нөмірге жазыңыз. Алла ұялатын адам. Дұға жасаушының сипатымен таныссыз ба? Жүзі қыблаға бұрылған, алақанын Аллаға жайған, көзіне жас. Жүрегіне Раббысының игіліктеріне деген алғыс толы, тілдері оған мақтау айтып, кешірім сұрайды. Тына қателіктеріне шынайы өкінеді. Ең бастысы, ол шынайы мұқтаж. Оның жаратушыдан басқа сыйынары, сұрары, арқа сүйер жоқ. Және Алланың барлық нәрсеге күші жететіндігіне, еститіндігіне, көретіндігіне, жауап беретіндігіне айқын сенеді. Міне, дәл осындай жан туралы Мұхаммед пайғамбар, сендердің Раббыларың ұялшақ және жомарт, ол өзіне қол жайып сұраған құлының қолын бос қайтаруға ұялады деген болатын. Ертеде басар тауы, барар жері қалмаған Мұса пайғамбар, Раббым, ақиқатында мен өзің маған түсірген кез келген жақсылыққа мұқтажбын деп дұға жасаған болатын. Раббысы оны игіліктерге шомылдырды. Кейде адамның дұғада ықыласты болғандығы соншалықты, оның күнәлары кешіріліп, Аллаға жақындай түседі. Алла тағала осындайда жауапты баяулатып, оның құлшылықта онан сайын ыждағатты бола түсуіне жол ашады. Соңында ұмтылысы, сабыр үшін асқан жомарттықпен сый тарту етеді. Ауыздан шыққан дұға қабыл болу үшін ауызға кіретін аста адал болуы тиіс. Сондай-ақ дұғам қабыл болсын деген адам Алла тыйым салғаннан аулақ болып, бұйырғанды орындауға асығуы қажет. Себебі, хадисте, кісі ұзақ сапар жүріп, үсті басы тозып, денесі шаң болады да, екі қолын көкке көтеріп, Раббым, Раббым деп дұға жасайды. Алайда жеген асы харам, ішкен сусыны харам, киген киімі харам, хараммен қоректенеді. Ондай адамның дұғасы қалай қабыл болсын делінген. Құрандағы, ей, пайғамбарлар, таза нәрселерден жеңдер де, таза амалдар жасаңдар деген аятқа байланысты тәпсір ғалымы Ибн Касир, рұқсат етілген нәрселер мен тамақтану дұғалар мен ғибадаттардың қабыл болуының себебі болады, ал тыйым салынған нәрселер мен тамақтану дұғалар мен ғибадаттардың қабыл болмауына апарып соқтырады деген екен. Көп нәрсені сұратпай-ақ берген Алла сұрағаныңызды бермейді деп ойлайсыз ба? Мінеки, аяқ киімнің бауына дейін сұрауға рұқсат беріп, құлым қолын жайып сұраса, бос қайтаруға ұяламын деген кең, жомарт, жауап беруші Алла тағала, әрдайым уәдесінде тұрушы. Өйткені аса мейірімді Алла Құранда. Ал қашан құлдарым сенен мен туралы сұраса, күмәнсіз, мен өте жақынмын. Қашан менен тілесе, сұраушының тілегіне жауап беремін дейді. Көп нәрсені сұратпай-ақ берген Алла сұрағаныңызды бермейді деп ойлайсыз ба? Анығында оның күш-қуаты барлық нәрсеге толық жетеді. Ол сізді бір тамшы судан жаратып, көркем бейнемен үйлестірді, білім, күш, ризық несібе, түрлі қабілет берді. Ол сізді қараусыз қалдырмады. Онымен жеке қалып, сәулелі үмітпен, ыстық сыбдырмен, шын жүрекпен тілек тілегеніңізді күтеді. Өліні тіріге, тіріні өліге, қараңғыны жарыққа, жарықты қараңғыға алмастырған Алла шеше алмайтын қиындық жоқ. Оның мейірімі мен жарылқауы барлық нәрсені қамтиды. Алла тағала шын ықыласпен тілеген дұға ғибадаттарымызды қабыл етсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.